Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай бананнан жасалатын, дәмі сникерс мороженыйына ұқсайтын тәттілердің жасалу жолын көрсетемін. Оп-оңай жасалатын, аз уақытыңызды алатын осындай тәттілерді жаздың ыстық күндері балаларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Бізге банан керек болады. Оны сыртын ашып, қабығынан босатамыз. Бананды осылай төртке бөліп аламын. Бетіне шоколадный паста жағатын боламыз. Сапасы жақсы шоколадный паста алыңыздар. Осылай бананның барлық бетіне түгелімен жағып шығамыз. Енді арахис керек болады, осылай кез келген жеріне қойып шығасыздар. Енді бетіне жағатын шоколад керек болады, бұны ертіп аламыз. Осылай шоколадты үстіне қасықпен жағып шығасыздар. Дайын болған банандарымызды мұздатқышқа 1-2 сағатқа қойып аламыз. Банандарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет сникерс мороженыйына ұқсайды. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.